Екі өрнектің қосындысының кубы формуласы. Өткен видеода қосындының квадраты а қосу б квадраты, яғни а қосу б-ның квадраты тең болады а квадрат қосылған 2 көбейтілген а б қосылған б квадрат деген формуламен таныстық. Енді қосындының кубы өрнегін көп мүше түрінде жазайық, мына есепті шығару үшін. Бұл қазір ұзақ жолы, бірінші айтып кететін нәрсе. Қысқа жолын тайм-кодқа салып қоям. Енді 4 көбейту x деп 3 рет жазайық. 4 көбейту x, 4 көбейту x деп. Өйткені 3-тің дәрежесі болып тұр, 4 қосу x пен 4 қосу x-тің көбейтіндісі бізге не береді? Осы 4 қосу x-тің квадратын. Сонда қазір осы жақшаның үшін біз мына оң жағындай шығара аламыз. Және мына 4x-ті ұмыт кетпейік үшінші. Сонда екі жағы да тең болады. Енді мына 4 қосу x-тің квадратын мына тұрған формуладағыдай ашып жазайық. Тең дейік. Тең. Мына 4 пен x а мен b-ның орнында тұрған сандар деп ойлаймыз. Сонда бірінші мүше мен екінші мүше деп есептей береміз. Сонда бірінші мүшенің квадраты. Яғни 4-тің квадраты тең болады 16. Енді қосу дейміз. 2 көбейтілген бірінші мен екінші мүше дейді. Сонда 2-ге 4-ті көбейтсем 8, 8-ге x-ті көбейтсем 8x болады. 8x қосылған екінші мүшенің квадраты дейді. Яғни біз x-тің квадраты деп жазамыз. Себебі x тұр. Енді бұны жақшаға алып қойып, ана 4 қосу x-ті да тіркеп жаз қояйық. Барлығы тең болып тұру үшін. 4 қосу x. Енді біз ары қарай не істейміз? Енді көп мүшелерді бір-біріне көбейтейік. Басқа түспен жазуға болар еді. Мына 4 қосу x-ті жарайды. Онда әртүрлі түспен қазір жерде жазамыз. Мына 16-ны 4-ке көбейтеміз, сосын x-қа көбейтеміз. Яғни көп мүшені көп мүшеге көбейту ережесі бойынша 16 көбейту 4 плюс 16 көбейтілген x. Плюс минустар таңбасын қоямыз. Қалай? Минусқа минусты көбейтсем плюс болады, плюсқа плюсты көбейтсем минус, минусқа плюсты көбейтсем минус болады дегендей. Сонымен 16-ға 4-ті көбейтсем 64 қосу 16x. Енді екіншісі 8x. Бұны да басқа түспен жазайық. 8x-ті мына бірінші мүшеге және екінші мүшеге көбейтемін. Сонда екіншісі 8x көбейтілген 4 плюс, өйткені плюс болады, көбейтіп жатырмыз. 8x-қа x-ті көбейтейік. Көбейту x. Енді бұнда қандай нәтиже шығады? 8-ге 4-ті көбейтсем 32x қосылған 8x квадрат. Ал енді үшіншісі не қалды бізде? X квадрат. Сонымен бұны да басқа түспен белгілеп қойық. X квадратты мына бірінші мүшеге қайта көбейтеміз және екінші мүшеге. Үшінші дейік. X квадрат көбейту 4 қосылған x квадратты x-қа көбейтемін. Көбейту x тең болады. 4x квадрат қосылған мына x-тің кубы болады. Себебі оның бір дәрежесі бар. Енді мына шыққан нәтижелердің барлығын біріктіріп жазайық. Сонда бізде мына 4 қосу x кубтың жауабы шығады. Сонымен 64 плюс 16x деп жазайық. Одан кейін плюс 32x плюс 8x-тің квадраты. Одан кейін мына ең соңғысы 4x-тің квадраты плюс x куб деп жазып қояйық. Бұны ары қарай не істеуіміз керек? Біздің қалған шаруамыз ұқсас мүшелерді біріктіру керек. Ұқсас мүшелер мұнда x барлар және x квадраттары барлар екен. Сонымен 64-ті өзін жазып қояйық. 16-ға 32-ні қоссақ 68, 4, 48x плюс 8-ге 4-ті қоссам 12x квадрат қосылған x куб болады. Енді бұл біздің мына 4 плюс x-тің кубының жауабы болып шыға келді. Жанына жазып қойық жауабы не болғанын, немесе былайда қарасақ екеуі тең ғой, 4 плюс x-тің кубы. Бұдан да оңай жол бар бұны шығаруға. Негізі осылай шығарсақ уақыт алады. Сондықтан бұл қалай шығарылғанын түсінгендеріміз абзал, және де формуламен көп есептерді шығарып, формулаларды жаттап алғандарымыз бұдан да керемет болады, жұмыстарымызды тездетеді. Себебі формула уақытты үнемдейді. Мінекей мына формула, осы формулаға сәйкес, мына 2 сан қосылып тұр да, оның кубын табу керек дейді. Сондықтан а-ның орнында бізде 4 тұр, ал b-ның орнында x тұр деп есептеймін. Енді ары қарай жасай берейік. Мысалға, мында айтады. Бірінші санның кубы қосылған 3 көбейтілген бірінші санның квадраты, яғни 4-тің квадраты
бірінші мүшені деп айтайық, көбейтілген x, себебі b-ның орнында x тұр. Енді қосу деймін, 3 көбейтілген бірінші өрнек, бірінші мүше 4 көбейтілген x деймін, квадратын жазып қойық, плюс b-ның кубы дейді, яғни x-тің кубы деп жазамын. Енді бұлай қалдыруға болмайды, бұны ары қарай шығарайық. 4-тің кубы дегеніміз 4 көбейту 4 көбейту 4 тең болады. 4-ке 4-ті көбейтсек 16, 16-ға 4-ті көбейтсек 6-ға 4-ті көбейтсем 24, 4, 5, 6, 64 болады. Сонда астына қарай жазып қойайық, 64 болады екен 4-тің кубы. Енді қосу дейміз, 4-тің квадраты 16, 16-ға 3-ті көбейтсек неше болады? 16 көбейту 3 тең болады, 6-ға 3-ті көбейтсем 18, 3, 4, 48, x-ін тіркеп қойайық, плюс 3-ке 4, 12 болады, x квадрат дейміз, плюс x куб. Тура жаңағыдай есеп шықты. Яғни жауабы өзгерген жоқ. Формуланы экзаменде ұмытып қаламын десеңіз, бірінші мысалмен көруге болады. Ал егер де ұмытпасаңыз, формула міне жаттап жүріңіздер.